Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен осындай бүгін әп-әдемі күлше нан әзірлейтін боламыз. Құрамы өте жеңіл және жасалу жолы да өте оңай. Күлше нанымызды пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен жылы сүт және ерітілген сары май қажет. Тым қатты ыстық болмауы керек. Дрожжымызды салған кезімізде пісіп қалмас үшін дрожжымызды салып болған соң шекерімізді салып кішкене араластырып қоямыз. Барлығы жақсы еріп кетуі қажет. Енді біз жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқа жетеді бізге. Жаңа айтқанымдай қатты ыстық болмау керек. Осы кезде ыстық болса, сізде жұмыртқаларыңыз пісіп қалады. Сонан соң тұзымызды салып, жақсылап араластырып, енді ұнымызды електен өткізілген болуы қажет міндетті түрде. Енді ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз тым жұмсақ ағып тұрмауы да қажет. Ешқандай артық су пайдаланбаймыз. Барлығы рецептісі описанияда жазылып тұратын болады. Сол жерден көріп жасайсыздар. Барлығын граммен жазып қойғанмын. Дәл осылай жарты сағатқа демалдыруға жібереміз қамырымызды. Жарты сағаттан кейін бізде дайын болады. Мінекей біздің тестамыз дайын болды, көтерілді. Енді осы тестамызды біз столымыздың үстіне қойып, міндетті түрде таразыменен өлшейтін боламыз. Ол үшін кішкене бөліктерге бөлеміз. Әркім өз қалауынша бөлсе болады. Үлкендігі қанша болғанын қаласа, ал біз 110 граммнан бөлетін боламыз. Әрқайсысын жаңа айтқанымдай міндетті түрде таразымен өлшеп жасаңыздар. Сол кездерде сіздерде бір келкі, размерлері де бірдей, өте әдемі күлшелер шығатын болады. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай, мен барлығын бөліп алып жатырмын 100 граммнан. Және пешімізді қыздырып қоямыз. Осы кезде енді табамызға 4 бөліктен салып қойдым. Мен бір-біріне тиіп қалмас үшін дәл осылай жасасаңыздар болады. Кішкене көтерілуге қойып қойдық. Енді мінеки үстінен дәл ортасынан бастап басып, шеттерін баспаймыз. Дәл ортасынан кішкене басып біз күлше нанның формасын келтіреміз. Егер де сіздерде бар болса, нан ұрғышпен ұрып шықсаңыздар да болады. Не болмаса, вилка пайдалануға да болады. Мінеки мен осылай 4 күлшемді әдемелеп бірдей етіп жасап шықтым. Енді кішкене тағы да көтерілуге жіберіп, біз енді бұның бетіне жұмыртқа жағып және өз қалауларыңызша кунжут, мак, қара кунжут деген сияқты жақсаңыздар, сепсеңіздер болады. Яғни ол өз қалауларыңызша. Мен мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай макпенен кішкене кунжутты араластырып сеуіп жатырмын. Өте әдемі болады және дәм беретін болады. Енді қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Мінекей менде уже пешке кетті. Мінекей осындай қып-қызыл әп-әдемі күлшелер пісіріп аласыздар. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер міндетті түрде.